Қайырлы күн. Мен естіліп тұр ма екен, Жайна? Даусым естіліп тұр ма? Бір, екі. Окей. Олай болатын болса 2 минут қалды, жайлап бастай берейік. Қайырлы күн. Жалпы вебинарды сақтап қоямын, өйткені маған мүмкіндігінше осындай ақпаратты іздеген адамның барынша көп және қайталап көргені маңызды, құнды. Сондықтан бастайық. Біздің бүгін қарастыратын тақырыбымыз психологиялық қорқыныштардың табиғаты. Жалпы бұл вебинарлар тобы бұйырса алдағы болатын еріктілердің бастамасымен жасалып отыр. Яғни әркім қазіргі жағдайда өзінің қолынан келгенше игі ықпалын жасауға жағдай жасап жатыр, ұмтылып жатыр. Енді менің қолымнан келетін дүние осы кем дегенде зиян жасамау ол бір, екіншісінде осы кәсіби көмегіммен ықпал ету. Сонымен қорқыныш табиғаты. Жалпы қорқыныш дегеніміз не? Бүгінгі вебинарды 2 блокқа бөліп қарастырамыз. Бірінші блогы ол жалпы қорқыныш деген не деген сұрақты қарастырып зерттейтін боламыз. Екіншісі қорқынышты игерудің әдістері қандай, соны қарастыратын боламыз. Бұл вебинар тікелей менің тәжірибеме негізделеді. Өйткені қазіргі ақпараттық кеңістікте қандай ақпарат, қандай бағытта, қандай технология болмасын табу мүмкіндігі бар. Оқып та алуға болады, зерттеп те алуға болады. Менің бұл жердегі қосатын құнды үлесім ол менің жүрегімнің сүзгісінен өткен, маған шын мәнінде көмектескен әдіспен бөлісу арқылы бір құндылық ұсыну. Олай болатын болса, бұл вебинарды өткізетін де мен кіммін? Осыған жауап берейін. Менің есімім Ләззат Тегім Құрама. Мамандығым кәсіби лайф-коуч және бизнес-тренер. Бұл салада қызмет етіп келе жатқаныма биыл міне 14-ші жыл толады екен. Халықаралық компанияда қызмет етіп келе жатырмын. Соңғы 5 жыл кәдімгідей кірісіп, үлкен қызығушылықпен тәжірибе жүзінде зерттеп жүрген сұрағым, ол саналылық сұрағы. Онымен де болашақта алдағы вебинарларды бөлісіп отыратын боламын. Сонымен өзіміздің тақырыпқа келейік. Психологиялық қорқыныштар табиғаты. Бұл не? Жалпы қорқыныш дегеніміз не? Бірінші осыған тоқталып өтейік. Қорқыныш дегеніміз ол эмоция. Кез келген эмоция белгілі бір қызметті атқарады. Жалпы ғалымдардың зерттеуі бойынша әр адамның 5 негізгі биологиялық эмоциясы бар деп есептеледі. Сол 5 негізгі эмоцияның ішіндегі ең ықпалды, ең орасан зор күштісі ол осы қорқыныш. Өйткені қарап отырсақ, қаншама армандар жай ғана мидың ішінде жүзеге аспай қалып отыр. Неге? Өйткені кейбір адамдар үшін осы қорқыныш эмоциясы кедергі жасайтын факторға айналды. Ал шындап келген кезде, неліктен менің тақырыбымда қорқыныштардан арылу деген жоқ, қорқыныштарды жеңіп тастау деген жоқ. Неге? Өйткені біздің бойымыздағы, бізге берілген кез келген қасиеттің бізге негізгі мақсаты бізге көмектесу. Өкінішке орай қалай қолдануды білмегеннен кейін біз осы бар құралымызды өзімізге кедергі жасайтын факторға айналдырып аламыз. Әдейілеп емес, әрине, ешкім де өзіне жамандық жасағысы келмейді, білместіктен ғана. Сондықтан да менің бүгінгі вебинардағы негізгі мақсатым қайтадан өзімізге назар аударуды есімізге түсіру. Үйренудің маңызын қайтадан есімізге түсіру. Және де ешкім де әдейілеп өзіне жамандық жасамайтынын өзіміздің есімізге қайтадан түсіру арқылы өзіміз бірінші кезекте сапалы, сауатты көмек жасап, сол арқылы қоғамымызға көмек жасауға ықпалымызды тигіземіз. Олай болатын болса, психологиялық қорқыныштардың табиғаты бірінші қарастыратын сұрағымыз қорқыныш. Қорқыныш бұл
эмоция, яғни 5 эмоцияның біреуі. Және ең ықпалдысы. Демек, бұл эмоция болатын болса, эмоцияның туындау жолы бар, я? Эмоция қайда туындайды? Эмоцияның туындауына тікелей жауап беретін орган, ол біздің ақылымыз. Былайша айтқанда, әлемдегі ең керемет биологиялық компьютер. Біздің ақылымыз осы эмоцияның туындауына тікелей жауап беруші орган. Олай болатын болса, қорқынышты бізге көмекші құрал етуге көмектесетін, соған айналдыруға жағдай жасайтын негізгі орган осы ақыл. Енді, егер де бұл эмоция болатын болса, эмоцияны жасақтаушы орган ақыл болатын болса, біз қорқыныш деп нені айтып отырмыз? Қорқыныш деп айтып отырғанымыз ол біздің қорғаушы күшіміз. Былайша айтқанда, осы эмоция арқылы ақыл бізге не деген хабар береді? Аларм, қауіп, сақтан деген хабар береді. Яғни біз осы эмоцияны сезіну арқылы не істеуіміз керек? Біз жинақталуымыз керек. Егер қашу керек болатын болса, біз тезірек қашып кетуіміз керек. Егер де жаңағы байқалмай көзге түспей тұрып қалуымыз керек болса, біз тұрып қалуымыз керек негізі. Бірақ та осы орасан күшті дұрыстап пайдаланбасақ, ол бізге енді кедергі жасай бастайды. Мысалға, осы жерде біз қорқыныштың психологиялық тұрғысына тоқталамыз. Өйткені физиологиялық, яғни біздің инстинкт бар, бізді сақтайтын инстинкт бар. Ол не деген сөз? Мысалға, сіз биіктіктен жаңағы, біз 18-ші қабатта тұрамыз, мысалға, 18-ші қабаттан төмен қарасаң, кәдімгідей бір қорқыныш сезімі билейді. Бұл қорқыныш дұрыс қорқыныш. Яғни, бұндай биіктен қорқу, болмаса жаңағы мас адамнан қорқу, болмаса сіз жолдан өтейін деп жатырсыз, жасыл бағдаршам жанып тұр, өтейін дейсіз, ана жақта зулап келе жатқан машинені көресіз, сіз қорыққаннан тоқтап қаласыз. Бұл қорқыныштар керек қорқыныштар, бізді сақтайтын инстинкт. Енді психологиялық қорқыныш бар. Мен жаңағы осы стористерде салып отырдым. Орысша білмейтініңнен ұялып, айтқатын ойың болса да айтпай қалу, ол қорқыныш бәлі ұялу ма деп қойдым. Көпшілігі қорқыныш деп дұрыс жауап беріпті, оның ішінде ұялу деген жауапты бар. Ол не деген сөз? Егер де мен айтатын ойым бар, бірақ та ол ойымды мүмкін бір-екі қатемен жеткізуім мүмкін, соған қарамастан жеткізетін болса, демек менде психологиялық қорқыныш жоқ деген сөз. Мен не деп айтуым мүмкін? Менің орысшам онша емес, сол себепті қазір ойымды жеткізе алмай қалуым мүмкін. Жалпы ойым мынандай менің. Немесе көмектесіңдер. Яғни психологиялық қорқынышы жоқ адам не істейді? Сол жағдайды барындай қабылдайды, айтады, міне, жағдайым осы, менің ойым мынандай. Ал енді психологиялық қорқыныш болатын болса, біз не істейміз? Қойш, ұялып тұрмын, қойш, қысылып тұрмын, айтпай қоя салайыншы дейміз. Сөйтемізде біз бұны ұялу деген сөзбен күштетіп жауып қоямыз. Шындығына келгенде астарында оның психологиялық қорқыныш жатыр. Психологиялық қорқыныш дегеніміз не? Мен туралы жаман ойлап қалуым мүмкін. Сосын маған күлсеші. Одан кейін барып мен туралы айтсашы, сосын алдында өстіп ләззат, өстіп қате айтып еді деген қорқыныштар, ол психологиялық қорқыныштар. Енді психологиялық қорқыныш. Осы қорқынышты біз жалпы не үшін білуіміз керек, қалай пайда болатынын, неден шығатынын, қандай мақсатта. Біз білген кезде білетін нәрсемізді игере аламыз. Білмегеннен жаңағы қорыққанға қос көрнек деген бар. Болмаса жаңағы көз қорқақ қол батыр деген бар. Бұның барлығында не ақпарат жатыр? Яғни біз егер де сауатымызды арттырып, айқындап, түсініп алмасақ, ақылымыз кез келген белгісіздіктен қорқа береді. Қорқа бергеннен кейін не істей береді? Тежей береді, кейінге қалдыра береді. Енді неге ең бірінші вебинарды осы қорқыныш тақырыбынан бастап отырмын? Өйткені қазіргі
әлемде орын алған жағдай, иә. Әр адамның санасының сапасын ашып беріп отыр, иә. Бүкіл Қазақстанды алмай қойып, бір Алматының өзінде осы жағдайға деген көзқарас сан алуан. Әр адам өз деңгейінде өтіп жатыр осы жағдайды. Бірі үшін бұл керемет демалып алатын жағдай, иә. Сондай елдің ауырғанына қуану емес. Жалпы міне жағдай пайда болды, демек мен не істей алам? Ең болмаса осы жағдайды барынша пайдалы етіп қолдана алам. Жұмысқа баруға, жаңағыдай жолға уақыт ысырап етудің қажеті жоқ, анау керек емес, мынау керек емес. Демек мен бар жағдайды барындай қолдана аламын. Осы орайда өзімнің тікелей тәжірибемді айтып кеткім келеді. Біз 17 наурыздан бастап үйден жұмыс істеп жатырмыз. Осы карантин болады деген сәттен бастап мен өзіме негізгі 3 мақсатты қойдым. Біріншісі, осы карантиннің жағдайында, мен біліп отырмын, ол вирус болғаннан кейін әртүрлі уайым болуы мүмкін, біреу ауырады, ауру жаңағы өлімге алып келуі мүмкін, оны ұғынып отырмын. Сол себепті де мен өзіме сұрақ қойдым. Осы карантин маған, былайша айтқанда, емтихан алаңы болсын. Мен осы күнге дейінгі үйренген, меңгерген білімімді шын мәнісінде сіңіре алыппын ба? Санамның сапасын тексеретін керемет жағдай болсын мен үшін. Ол бірінші мақсат өзіме қойған. Екінші қойған мақсатым, мен ешқашанда үйден жұмыс істеп көрген адам емеспін. Офиске барам, офистен жұмыс, үйге қайтам, бірақ ойымның бір тұсында жүретін. Жаңағы елдер Балиден жұмыс жасап жатыр, қашықтықтан, бірі білмеймін, тағы бір жерден қашықтықтан жұмыс жасап жатыр. Сол кезде ойлайтынмын, бұл да бір жақсы тәжірибе екен, қашықтықтан жұмыс істеп көру. Ол қандай болар екен деген сияқты ойымның бір түкпірінде ол жүрген болатын. Сол карантинге қалай шықтық, мен екінші мақсатым осы болды. Мен тексерейін, қайтадан зерттейін. Мен осындай үй жағдайында ешкім қадағалап тұрған жоқ. Ешкім төбеңнен бетіп тұрған жоқ, жұмыс істеп жатсың ба, жоқсың ба. Осы жағдайда мен қаншалықты өзімді өзім басқара аламын, зерттеп көрейінші дедім. Бұл екінші мақсатым болды. Үшінші мақсатым, өзіме қойған мақсатым, ол осы күнге дейін, карантинге дейін уақыт таппай жүрген белгілі бір әрекеттерім болатын болса, мен соларды дамыту. Яғни мен курстар сатып алдым, жаңағы аяғымның саулығы тағысын тағы, солармен өзім айналысу. Сөйтіп, осы карантин жағдайы маған, былайша айтқанда, эксперимент алаңы. Ол басталды, белгілі бір уақытқа дейін деді, одан кейін созылды. Осы созылып отырған кездегі менің реакциям. Одан кейін барып жаңағы дүкенге тұмшаны киіп алып, оранып шұлғанып барудағы өзімнің реакциям. Барлығын зерттеу маған өзімнің санамның сапасынан орасан зор ақпарат берді. Сол арқылы карантин жеке мен үшін өзімді тереңірек, шын мәнісінде тану мүмкіндігі болды. Ол бір, сосын шынымен де даму мүмкіндігі болды. Өйткені шығыста бүйтіп айтады екен, егер де сенің өміріңде дағдарыс болмаса, үлкен ақша берде дағдарыс сатып ал дейді екен. Неге? Өйткені жайма-шуақ кезде біздің бойымызда байқалмайтын, бізді әлсірететін әдеттер, көзқарас, наным, сенімдер дәл осындай белгісіздік жағдайында, өйткені шын мәнісінде белгісіз. Бұрынғы біліп келген дүниеміз қазір жарамай қалды, қазіргі білетініміз болашақта жарай ма, жарамай ма, іске аса ма, іске аспай ма, белгісіз болып қалды. Осындай кезде біздің бүкіл жақсы қасиетімізде, сонымен қоса бізді шектейтін, бізге кедергі жасайтын қасиеттеріміз де гүлденіп ашыла түседі. Ашылды ма, демек біз не істейміз? Біз енді соларды шынымен де шешуге жағдай аламыз. Былайша айтқанда, бұрын технология дамымай тұрғанда, МРТ деген сияқты дүние болмағанда, адамдарды тексеру сапасы бір болса, бірін байқайды, бірін байқамайды, сол себепті аурудың алдын аламай қалатын болса, қазір технологияның дамуының арқасында кез келген ауруды алдын ала алу арқылы тиімді жолмен шешу мүмкіндігі қарастырылды. Тура сол сияқты менің қабылдауымдағы карантин
ол менің өзім туралы ақпарат беретін эксперимент алаңы. Сол себепті де мен ең бірінші вебинарды осы қорқыныш тақырыбынан бастап отырмын. Сонымен қорқыныш, бұл эмоция. Эмоцияның негізгі 5 түрі бар. Сол 5 эмоцияның ішіндегі ең ықпалдысы, бізге қатты ықпал ететін эмоцияның бірі осы қорқыныш эмоциясы. Қорқыныш эмоциясын басқарып отыратын орган ол біздің ақылымыз. Ақыл белгілі бір жағдайға реакция жасау үшін эмоция бөледі. Мысалға, қаншалықты көрініп тұр білмедім, бірақ та барынша, мына қараңыздар, мынаны жағдай деп қарастырайық. Енді мынау адам, адам мен жағдайдың арасындағы байланыстың қандай болатынын анықтайтын ақыл. Ақыл бұны қай жақтан анықтайды? Қайдан біледі? Мысалға, тап-тәтті бөбекті көрдіңіздер. Сіз бөбек, яғни бөбекте отырғанымыз жағдай. Осы жағдайға қандай реакция туындайды бізде? Ана бөбекті деген құшақтап, сүйіп, иіскеп, кәдімгідей мейіріміміз төгіліп тұрады жаңағы кішкентай балақайға. Осы сезімнің, осы реакцияның пайда болуын кім шешеді? Ақыл шешеді. Қалай шешеді? Өйткені ақылда қандай ақпарат бар? И деп отқанымыз ақпарат, инфо, Бөбектер деген күшті. Біз не деп айтамыз? Бала деген керемет, ол бала періште деп айтамыз, Бала жаңағы жүрегі ақ, шынайы, шыншыл деп айтамыз. Біздің ақылымызда сондай ақпарат бар. Демек, біз баланы көрген кезде бізде қандай реакция туындайды? Жаңағы жаным туындайды, Енді ырылдап тұрған итті көрдік. Ол да жағдай. Ырылдап тұр. Бірақ та жаңағы шынжырмен байланған. Шынжырмен байланғанын көріп тұрсақ та, бізде қандай реакция туындайды? Қорқыныш. Не жаңағы тұрып қаламыз, ойбай, мынау қазір несі шынжыр үзіліп кетер ме екен деп, немесе алды-артымызға қарамай шаш деген желбіреп қашамыз. Осы әрекеттердің болуын анықтап отыратын және солардың болуын мүмкін етіп отырған біздің ақыл. Ақыл қалай жасайды? Ол бұйрық береді ағзаларға. Бүйрекке, мысалға, жаңағы қалқанша без, әртүрлі безге ақпарат береді. Мына жақта, мына жағдайға деген, мысалға, итті көрдік. Жағдай аларм, қауіп, гормон бөліну керек. Қандай гормон бөлінеді? Адреналин болмаса норадреналин бөлінеді, Сөйтеді де не істеу керек? Адам жаңағы жағдайға сәйкес өзін қорғап қалуы керек. Не қашып кету керек, не болмаса тұрып қалуы керек. Осы гормон арқылы бізде эмоция бөлінеді. Енді біз соңғы кезде жиі естіген гормонның аты ол кортизол. Ол не деген сөз? Ол стресс гормоны, күйзеліс гормоны. Не деген сөз? Ол не? Оның мақсаты не? Бәріміз естідік, стресс кезінде ана баласын қорғап қалу үшін мәшинені де көтеріп алады. Естідік қой осы мысалда? Естідік. Ол қалай мүмкін болады? Миымыз не деді? Көрді. Біз үшін ең құнды, ең маңызды адамға қауіп төніп тұрса, бұйрық келеді, сақтау керек. Қалай сақтайды? Кортизол гормоны бөлінген кезде бүкіл адамның күші, аяқ қолға жиналады. Сөйтеді де жаңағы орасан күш пайда болады, баланы сақтап қалады. Енді осыдан кейін не болу керек енді? Стресс ағза, бүкіл ағзада ненің адамның бойындағы сол сәттегі бар ресурсты еселеп қолданды да, жаңағы жағдайды шешіп тастады. Енді сауатты жағдай не болу керек? Жаңағы стресстен кейін қалыпқа келу, яғни ресурстарды қалпына келтіруіміз керек. Гүлге су құймасақ ол өліп қалатыны сияқты, біздің міне ресурс бөлінді. Сұрақ шешілді,
енді қайтадан орнына ресурстың орны толығу керек. Біз ресурсымызды қалай толықтырамыз? Әрине, тынығу, дәруменді дұрыс тамақтану, сүйікті іспен айналысу деген сияқты бұл әдістерге келгенде қосымша тағы айтып өтем. Яғни ресурс қалпына келуі керек. Енді осының барлығын сауатты дер кезінде жасауға көмектесетін дағды бар. Skill, ағылшынша. Ол эмоциялық интеллект деген дағды. Дағды деп отқанымыз білеміз, біздің күшті қылып меңгерген белгілі бір әдісіміз. Автоматты түрде жасай алатындай. Мәшинені үйреніп келе жатқан кездегі мәшинені жүргізу дағдысы, осы міне автоматты түрде болады ғой. Қай кезде қай нені тетікті басу керек, қайда бұру керек, автоматты түрде жасала береді. Біз осыны дағды деп айтамыз. Тура сол сияқты бізге енді міне осы эмоциямызды сауатты түрде игеру арқылы өзіміздің мына қоршаған ортамен сапалы байланысымызды мүмкін ететін дағды осы эмоциялық интеллект. Осыны енді қалай қалыптастырамыз? Бұл қалыптасатын дүние, яғни кез келген дағдыны қалыптастыруға болады. Мен айтар едім, ол қалыптастыруға болады емес, қалыптастыруымыз керек. Бұл must have. Жаңағы стилистикада әртүрлі мына трендтің киімі мынау, аяқ киім мынау деген сияқты must have деп айтады. Тура сол сияқты қазіргі ақпараттық ғасырдағы әр адамның бойындағы болуы керек дағды ол эмоциялық интеллект. Дәл осы дағды бізге не істеуге көмектеседі? Эмоциямызды ұғынуға, сол эмоциямызды енді саралауға көмектеседі. Мысалға, жаңалықты мына жақтан жаңалық айтып жатыр, мына жақтан айтып жатыр. Біз адам болғаннан кейін біз не істейміз? Біз оның бәрін сіңіреміз. Енді бізде реакция пайда болды соған. Сол кезде эмоциялық интеллект бізге не істеуге көмектеседі? Ажыратуға көмектеседі. Саралауға көмектеседі. Менің қазіргі қорқынышым ол шынымен де қорқыныш па? Әлде менің биологиялық реакциям ба? Ақылым не істеп жатыр? Аларм тезірек жаңағы мына жағдайды шешіп тастау керек. Ал шындап келгенде енді біз эмоциялық интеллектіміз болатын болса, біз не істейміз? Мен не сезініп тұрмын қазір? Бірінші осы сұраққа жауап береміз. Мысалға, үрей. Үрейді қай жағымда сезініп тұр? Денемнің қай тұсында? Мысалға, тынысым тарылып жатыр. Тыңдадық. Баспаймыз бұл эмоцияны, қашпаймыз, жай ғана зерттейміз. Жағымсыз сезініп тұрмын өзімді. Себебі не? Себебі айқындалды. Енді сұрақ. Осы себепке мен қалай ықпал ете аламын? Яғни, осы жағдайдың мен үшін жақсаруына мен қалай ықпал ете аламын? Мен нені істеуім керек, нені істемеуім керек? Біз осыны саралауға көмектесетін бізде эмоциялық интеллект дағдысы бар. Содан кейін менің сүйікті, осы зерттеп жүрген дағдым ол саналылық дағдысы. Ол туралы бұйырса айтып жатармын. Бірақ қазіргі менің назар аударғым келіп отқаны эмоциялық интеллект дағдысы. Яғни эмоциямызды зерттеу арқылы өзімізді дұрыстап түсіну, өзімізді түсіну арқылы өзімізге көмектесу жағдайын ашу. Әр адамның бойында осы эмоциялар бар. Демек, осы эмоцияларды игеру қабілетін қалыптастыру мүмкіндігі тағы да бар. Тек қана ол үшін біз не істеуіміз керек? Біріншіден, осы дағдының бар екенін біз білуіміз керек. Екіншіден, осы дағдыны қалыптастыруымыз бірінші кезекте өзімізге керек екенін ұғынуымыз керек. Осы айтылғанның барлығынан келетін түйін. Енді осы бірінші блокты түйін деп алайық. Әйтпесе мен деген көпіріп кете беремін қазір. Түйін дейміз. Біз сезінетін кез келген эмоция бізге керек.
жаман эмоция жоқ. Барлық эмоция бізге мына жағдай туралы, осы жағдайдың біздің әлемде қабылдану туралы ақпарат береді. Демек, біздің мақсат эмоцияны жауып тастау емес. Қой, міне қорқыныш сезімін сезінбеу керек, қой тез басып тастайын. Болмаса жаңағы ашуланбау керек, не деп айтады? Ашуланба, сабыр сақта деп айтады. Қой, мен ашуланбауым керек, сабыр сақтауым керек. Ол уақытша. Бас ауырған кезде себебін айқындамай жай ғана дәрі іше салып қоя салған сияқты, мынау басып отыру ол уақытша. Бір күні, мысалға, басымыз ауырды, дәрі іштік, басымыз ауырды, дәрі іштік, басымыз ауырды, дәрі іштік. Осы әдіс қайталанып келе жатыр, Сөйтеміз де біз не істедік? Бізге басымыз ақпарат беріп жатыр, Міне ауыру арқылы бізге белгі беріп жатыр. Сенің өтің дұрыс жұмыс істемей жатыр. Өт осында ма еді? Яғни сенің міне ішкі ағзаңның белгілі бір тұсында ақау бар. Бас ауру арқылы не деп жатыр? Бар тексеріл деп жатыр. Біз не істейміз? Дәріханаға бардық, дәріні алдық, іштік, басымыз қойды, ары қарай шапқыладық та кеттік. Демек, салдарын шештік, себебі қалып қалды. Ал енді себеп шешілмегеннен кейін ол не істей бастайды? Ол тереңдей бастайды. Ол жаңағы тамырын жая бастайды, демек қиындай бастайды. Темекіні темекі шегетіндер жақсы түсінеді бұл жағдайда. Бір шекті, екі шекті, үш шекті назар аудармады, ақылымен біледі, бұны қою керек, сосын өзін өзі алдайды, яғни қалаған кезінде қоя салам. Бір күн енді мен нағыз қояйын десе, ол не істеген? Тамыры тереңге жайылып кеткен. Бұл ағзаның бір жаңағы дефолт несі болып кеткен, күйі болып кеткен. Мысалға, мен шай ішпесем өзімді бір түрлі сезінетінім сияқты, мысалға, тура сол сияқты темекі шекпесем, мына ағза өзін бір түрлі жайсыз сезінеді. Бүгін никотин келмей қалды. Сондықтан да кез келген эмоция бізге не туралы ақпарат береді? Санамыздың сапасы туралы ақпарат береді. Егер де біз қорқып жатсақ, біз не істеуіміз керек? Не себепті? Неге қорқып жатырмын емес? Не себепті? Сұрақты біз ақылымызға дұрыс қоюымыз керек. Менің қорқынышымның себебі не? Қойдық осы сұрақты. Бұл сұрақ сапалы сұрақ болғаннан кейін, яғни ақылдың ресурсын іске қосатын сұрақ болғаннан кейін, ақыл іске қосылады ойлан, шынымен керек. Нақты неден қорқып жатырмын мен? Бірінші жаттанды нәрселер шығады. Ауырып қалсамшы, бүйтіп қалсамшы, анау мынау. Сөйтемізде оның барлығын ысырып қойып, кішкене тереңірек қарасам, бір қорқыныш тұрады. Осы қорқыныш әдетте біздің барлық эмоциямыздың астарында, негізі. Адам бір шетінен өте күрделі, екінші шетінен өте оңай. Демек, біздің эмоциямыз бізге өзіміз туралы ақпарат береді. Сол себепті біз эмоцияны басып тастауымызға болады. Ол бас ауырғанда дәрі ішіп баса салған сияқты. Немесе дәрі басайық қазірге, мысалы дәрі ішейік, басымыз қойсын. Содан кейін барып, дәптерімізді ашамыз да, отырып ойланамыз. Менің ашуымды туындататын жағдайлар. Тыр жазып шықтық. Мен қорқатын жағдайлар. Тыр жазып шықтық. Яғни біз не істедік? Жарайды, дәл осы кезде дәрі ішкендей басып тастасақ та, одан кейін енді себебін зерттеу арқылы, қазбалау емес, зерттеу арқылы біз өзіміздің санамыздың сапасын зерттеп, осы жерде бізге кедергі жасап отқан көз қарас, болмаса тұжырым, болмаса ұстанымды ауыстырамыз. Мысалға, дәл осы жағдайды алайық. Карантин, елдер ауырып жатыр. Егер де біз осы жерде эмоциямызды ұғынатын болсақ, біздің негізгі қорқатын дүниеміз не? Өзімізден де бөлек, шындап келгенде, тереңнен қарасақ, біз өзіміздің айналамыздағы біз үшін құнды адамдар үшін көбірек қорқамыз. Енді осыны айқындап алдық қой, енді сұрақ қоямыз. Менің осы сүйікті адамдарым үшін уайымдап қорқуым іс жүзінде көмектесе ме? Мен осы уайымдау арқылы
сол адамдар үшін қорқуым арқылы мен шынымен де көмектесіп жатырмын ба осы сүйікті адамдарыма? Жоқ. Мен не істеп жатырмын? Мен ойлап жатырмын. Мен жақсы адам болғаннан кейін, жақсы адамды, өзімнің жақсы көретін адамдарымды уайымдау арқылы махаббатымды көрсетіп жатқан сияқтымын. Шындығында келгенде мен уайымдадым. Уайым ол стресс. Стресс туындаған кезде ағза не істейді? Кортизол бөледі. Кортизол бөлінгеннен кейін ағзаның ресурсы қолданылады. Оның орны толықтырылмайды. Менің ағзам әлсіреді. Әлсіреген ағзада креатив, жасампаздық, керемет нәтижелер көрсету қиын. Сөйттім де мен өзім әлсіреу арқылы жаңағы вирусты шақырып алдым. Өйткені әлсіз болғаннан кейін әрине маған вирустың жұғу ықтималдылығы жоғарылайды. Жұқты, мәселен, ауырып жатырсың, көмегің қайсы? Қай жерде көмек? Яғни осының барлығын ұғыну үшін бізге эмоциялық интеллект керек, бізге өзімізбен отырып жұмыс жасау керек. Жұмыс, мен телефон болсын, компьютер болсын, оларды өте жақсы көргеніммен, өзіммен жұмысқа келгенде менікі дәстүрлі қағаз, қалам, отырып жұмыс істеу, яғни жазу. Сол кезде біз не істейміз? Әр жазған сайын, әр шығарған сайын өзіміздің, жеке өзіміздің шаблон, яғни әдетке айналып кеткен реакцияларымызды түсіне бастаймыз. Біз қашан осыны ұғындық, енді осыны табиғи жолмен дұрыс бағытқа бағыттау мүмкіндігін аламыз. Сол себепті де сауатты жолмен сапалы өзгерістер алып келу осыдан тұрады. Бірінші ұғыну, ұғыну үшін зерттеу, зерттедік, ұғындық, енді шешім шығару. Шешім шығардық, сол шешімімізді бірте-бірте өзіміздің жылдамдықпен, өзімізге тән әдіспен, біздің құндылығымызға сәйкес әдістермен жүзеге асырдық. Сөйтіп, бірінші блок, қорқыныш дегеніміз не? Қорқыныш эмоция, эмоцияға жауап беретін ақыл, эмоция біздің жағдайға деген реакциямыздың көрсеткіші. Ұқтық. Екінші блок, енді осы эмоция, жалпы қорқыныш сезімі егерде жиі пайда болатын болса, не істеуіміз керек? Осыған жауап берейік. Мен қазіргі жағдайды ескеріп, бір әдісті ұсынғым келіп отыр. Өйткені бұл әдісте қосымша жаңағыдай материалдық ресурс керек емес. Өзіңіз барсыз ба, сіз жеткіліктісіз. Болды. Сондықтан да енді қорқынышты игеру әдісі. Құрметті тыңдармандар, ақпарат көп, әдіс деген көп. Сізге сәйкес келетін әдіс жоқ па, ойлап табасыз. Мынау менің тарапымнан ұсынылып отқан бір әдіс. Көріңіздер, сіңіріп көріңіздер. Тура келмейді ма? Тастайсыз, басқа әдіс аласыз. Өйткені сіз бірегейсіз, сізге сәйкес келмеуі табиғи жағдай. Ол окей. Бұны біз, бұл әдістің атауы үштіктің күші деп аталады. Үштіктің, бұл бір жағынан жаңылтпаш, тек қана эмоциялық интеллекті жаттықтыру емес, тілімізде жаттықтыру. Үштіктің күші. Бұл не деген сөз? Үштік. Үштікке не жатады? Бұл жердегі айтылып отқан үштік. Біреусі физиология. Бұл біздің денеміз. Физиология. Яғни дене. Үштіктің бір құрамдас бөлігі. Енді үштіктің екінші құрамдас бөлігі ол назар. Ағылшынша attention. Біздің назарымыз. Үштіктің үшінші құрамдас бөлігі
ол интерпретация. Интерпретация. Енді ағайсын түсіндіріп өтейін. Физиология түсініп отырмыз, бұл біздің денеміз. Сүйек, ет жаратылысымыз. Назарымыз мына жерге түсінікті болу үшін көзді салып қойайын. Мен сияқты төрт көздер тегі, Назар деп отырғанымыз міне. Біздің былайша айтқанда көзіміз қай жақта, ойымыз сол жақта әдетте, Интерпретация. Мынау енді біздің өзімізбен әңгімелесу стиліміз. Бану, міндетті түрде сақтаймын. Демек, үштіктің күші деп отырғанымыз, мынау енді әдіс, мен бір ғана әдісті ұсынамын. Осы әдісті егерде шын айтам, осы әдісті тұрақты түрде кем дегенде 2 апта жай ғана тексеріп, осы Ләззаттың сөзін тексергенше, рас па өтірік пе екен деп тексеріп көріңіздер, шын айтам. 2 апта үзбей жасап жүрсеңіз, байқайсыз. Ал енді тұрақты нәтиже болу үшін әрине ол ұзақ мерзімде жасалу керек. Және оның мерзімі сізге байланысты. Мен білмеймін ғой, мысалы, сіздің санаңыздың сапасы қандай, сіздің эмоциялық интеллект деңгейіңіз қандай. Оның барлығы бірегей, яғни юник. Демек, мынау үштіктің күші деген қорқынышты игерудің әдістерінің бірі. Енді не істейміз? Біз жалпы эмоциямызды неден байқаймыз? Денеден байқаймыз, Мысалға, мына жағдайды қайтадан ескерсеңіз. Итті көрдік, денемізге не пайда болды? Қорқыныш, тынысымыз тарылды, жүрегіміз тарсылдап кетті, аяқ қолымыз дірілдеуі мүмкін, мысалға, Яғни жағдайға деген реакцияны біз неден байқаймыз? Денеден, яғни физиологиядан байқаймыз. Байқадық, демек, біз не істейміз? Осы дене арқылы қорқынышты игеруге өзіміз көмектесе аламыз. Ол үшін не істейміз? Ең керемет әдіс бәрімізге Құдай беріп қойған, ол тыныс алу әдісі. Әсіресе не істеуіміз керек? Міне денеміз тарсылдап, жүрегіміз тарсылдап, тынысымыз тарылып кетті ме? Бірінші әдейілеп өзіміз, табанға бүкіл күшті жұмсаймыз да, міне жерді кәдімгідей бірінші бүйтіп басқандай боламыз, Ол не деген сөз? Біз миға не ақпарат беріп жатырмыз? Сен аяғының астында жер, яғни сен тегіс жерде аяғында түк тұрсың. Ол бір. Екінші, тыныс алу. Тыныс алғанда дұрыс тыныс алу, бұл физиологияға жатады. Ішпен тыныс алу. Бөпелер білеміз, қарынмен демалады, қарасаңыздар, іші көтеріліп түсіп жатады. Ол өте дұрыс және пайдалы тыныс алудың әдісі. Өйткені сол тыныс алу арқылы біз не істейміз? Ішкі ағзамызды оттегімен толыққанды қанағаттандырамыз. Ал енді әйел адамдар үшін, қыз балалар үшін осы ішпен тыныс алу, жатырдың саулығы, біз айтамыз, аналық без дейміз, барлығына өте жақсы ықпал ететін әдістің бірі. Не істейміз? Тыныс аламыз. Өте терең тыныс аламыз. Осы кезде не істей бастайды? Ағза жайлап өзі ретке келе бастайды. Жүрегіміздің тарсылы басылады. Неге? Өйткені қан тарайды денеде. Қан тарайды. Қан қаншалықты жақсы тарайды, бойымыздағы гормон тез сіңіріліп кетеді. Өйткені айтып отыр ғой, кез келген эмоция ол гормон, стресстің гормоны кортизол, қорқыныштың гормоны адреналин болмаса норадреналин, осылардың тез ұшып кетуіне ықпал жасайтын қан айналым. Қан айналымның жақсаруы ол әрине біздің тыныс алуымыздың сапасына байланысты. Демек, терең тыныс аламыз, көзді жұмдық. Теп-тегін, ешқандай ақшаны да, белгілі бір аксессуарларды да қажет етпейтін, қолымызда тұрған құрал, тыныс алу. Одан кейін, әлі біз физиология туралы, қорқынышты игерудің әдісі ретінде, дене шынықтыру. Яғни, ол воркаут болып болмаса бодибилдер болып кету емес, мақсат
денені қимылдату. Осындайда менің өте жақсы көретін әдісім ол жаяу жүру. Мен жақсы көремін жаяу жүруді. Жаяу жүруді жақсы көрмесеңіз де өзіңізге көмекші құрал ретінде артық салмақтан арылу үшін кейбір тамақтардан бас тартқан сияқты, болмаса кейбір тамақтарды әдейілеп рационға қосқан сияқты, бұл жерде де сіз өзіңізге саналы түрде не істейсіз? Серуенді қосасыз. Яғни ыңғайлы киінесіз, құлағыңызға мүмкіндік болып жатса сапалы әуен. Бұл жерде қазақтың күйлері өте тамаша көмектеседі, классикалық әуен өте тамаша көмектеседі. Егер де сіздің құндылығыңызға, көзқарасыңызға қайшы келмейтін болса, медитациялық жаңағы әртүрлі әуендер бар, соларды қосасыз. Сөйтесіз де сіз не істейсіз? Бүкіл назарыңыз дененің жалпы қимылында, табаныңыздың жермен жанасқаны, сіз жүріп бара жатқанда тізеңіздің бүгілуі, қолыңыз, осының барлығын іске кәдімгідей қосу арқылы сіз не істейсіз? Бойыңыздағы гормондарды таратып жіберу арқылы қорқынышты игересіз. Бұл екінші. Кез келген физикалық әрекеттер. Жаңағы тоқу бар, сурет салу бар, үй жинау бар, қолмен кір жуу бар. Яғни кез келген физикалық белсенді әрекеттер біздің қорқыныштың деңгейін төмендетеді, жалпы игеруге көмектеседі. Барлығы теп-тегін, ешқандай артық ресурсты қажет етпейтін қорқынышты игерудің әдісі дене арқылы. Ұйқы да осы жерге кіреді. Сапалы ұйқыны өзіміз қамтамасыз ету. Екіншісі, назарымыз. Біздің назарымыз неде? Қайта-қайта отырып алып жаңалықтар қарайсыз ба? Бүгін кім қанша адам ауырды екен, қанша адам қайтыс болды екен. Егер назарыңыз сонда болатын болса, онда сіз не істеп жатырсыз? Біз қайталап, көз алдыңызға енді мен назарды түсіндіру үшін лимонды елестетіңіз. Лимон, сап-сары, жаңағы кішкене қабығы бүдірлеу. Не істеді? Миымызда автоматты түрде біз қандай лимонды көрдік, сол лимонның суреті пайда болды. Кейбіреулерінде сілекей ақты, яғни бізде денемізде реакция пайда бола бастады. Ол біздің қандай қабілетіміз? Біз кез келген сөздің суретін миымызда сала аламыз. Осы сурет салынды болды, біздің ақылымыз не істейді? Осы суретке қарай белгілі бір жаңағы реакция жасай бастайды. Біз ол суретті ұнатуымыз мүмкін, ұнатпауымыз мүмкін, тура сол сияқты. Егер назарымыз біздің қоқыс ақпаратта болатын болса, біз не істедік? Сол ақпарат, сіз кез келген сөзді, мысалы қуыршақ, сурет пайда болды, ауру, сурет пайда болды. Яғни кез келген ақпарат ол сурет, біздің ақылымыз үшін. Ал кез келген сурет ақыл үшін ол не? Ол жағдай, демек ол реакция жасауы керек. Сөйтеді де біз назарымызды егер өзіміз әдейілеп басқармасақ, біз не істейміз? Біз назарымыз шауып жүр әр жерде, біресе мына жаңалықты қарайды, біресе мынаны қарайды, біресе мынаны қарайды. Әр қараған нәрсесіне олда реакция бөлініп жатыр. Реакция жасау дегеніміз ол біздің қуатымыз кетіп жатыр, ал орны толығып жатқан жоқ. Біз не істеп жатырмыз? Ағзамызды әлсіретіп жатырмыз. Әлсіреген ағза әрине жаңағы жағдайға берілгіш келеді. Демек біз не істеуіміз керек? Егер де қолымыз автоматты түрде жаңағы Инстаграмдағы жаңалыққа кірісіп бара жатса, дер кезінде есіңізге түскен кезде стоп. Мақсатым не? Сұрақ қоясыз. Сол кезде бұл сұрақтың беретін көмегі қандай? Сіздің осы сұрақ қоюыңыз ақылдың жаңағы критикалық ойлай алу қабілетін іске қосады. Қайтадан, ақылымыз автоматты түрде өмір сүріп келе жатса, сіздің стоп, мақсатың неде деп сұрасаңыз, ақылдың критикалық, яғни сыни ойлай алу қабілеті іске қосылады да, сіз ойлаңыз расында да, мен жарайды қазір ақпаратты білдім, ол маған не береді? Шын мәнісінде осы ақпаратты мен
өзімнің және өзгенің пайдасы үшін қолдана алам ба, жоқ па? Қолдана алмаймыз ба? Ысырдық. Мен бұрын ол карантинге дейін де мен жаңалық көрмейтін, қазір тегі көрмеймін. Менің мақсатым қолымнан келеді ма көмектесу, қолымнан келмесе ең құрмаса жаңағы зиянын тигізбеу болды. Сол себепті назарымызды саналы түрде басқару қорқынышты игерудің негізгі әдісі. Бұған да қосымша ақша, материалдық ресурстар қажет емес. Қолыңызда тұрған дүние. Басқарасыз, осы арқылы өзіңізге өзіңіз көмектесесіз, яғни сырттан көмек емес. Үштіктің үшіншісі ол өзімізбен әңгіме. Әркімнің ішінде бір диктор отырады, оны білесіздер, тоқтамайтын FM біздікі. Әркімнің өз толқыны бар. Ол біреусінікі бизнес толқын болатын болса, бизнес FM, жаңағы бизнестегі жетістіктер, идеялар тағысын тағы әңгімеленетін болса, енді біреуінде жаңағы өсек аяң, анадан ажырасып кетті, мынадан бүйтіп кетті. Яғни интерпретация деп отырғанымыз, сіз өміріңізде орын алған жағдайды өзіңізге түсіндіру сапасы. Осы жерде естеріңізге түсіріп өтейін, басында айтқандай, мен үшін карантин ол менің өзімді зерттеу алаңым. Өзімді зерттеу, былайша айтқанда, эксперимент жасайтын мүмкіндігім. Міне, интерпретация деп отырғанымыз осы. Карантин мен үшін өзімді тану, өзімді тереңірек білу арқылы сапалы түрде өсіп шығуға арналған жағдай. Тура сол сияқты, кез келген жағдайды сіз өзіңізге қалай түсіндіресіз, сол сіздің қорқынышыңыздың деңгейіне тікелей әсер етеді. Егер де сіздің назарыңыз, адамзаттың басында әр кезде әртүрлі жағдай болған, бұл да сондай жағдайдың бірі, бұл да тарихта қалады, және де 19 миллион адамның ішіндегі жалпы басым бөлігі дін аман, тірлігін домалатып жатыр. Демек, бұдан да біз шығамыз. Ол бір. Енді осы жерде мен өзім қалай ықпал ете аламын? Мен өзіме деген жауапкершілігім қандай? Осыны іске асырамыз. Сөйтемізде мына үштіктің күші деп отырғанымыз қолымыздағы бар, бізге табиғатпен берілген қабілеттерді әдейілеп басқару арқылы өзіміздің қорқынышымызды өзіміз игеру арқылы біріншіден оны бәсеңдетеміз, тоқтатамыз. Ол бір. Екіншіден біз эмоциялық интеллект дағдымызды қалыптастыруды күшейтеміз, егер сіз оған дейін жұмыс жасап жүрсеңіз. Немесе енді бастайсыз, яғни эмоциялық интеллект дағдысы осылай қалыптаса бастайды. Ал одан да терең мақсаты, бұл үштіктің. Ол сіздің саналылық деген дағдыңызды қалыптастыру. Яғни саналылық деп отырғанымыз не? Сіздің назарыңызды сіз қалаған мерзімде, сіз қалаған бағытта ұстай алу қабілетіңіз. Мысалға, сіз өзіңізге 10-нан 12-ге дейін мына шаруамен ғана айналсам деген мақсат қойдыңыз, мысалға, Ал осы шаруаны тиянақты етіп жасау үшін әрине не керек? Сіздің толыққанды назарыңыз керек. Осы назарыңызды басқара алу деңгейіңіз сіздің нәтижеңізге тікелей әсер етеді. Солай ғой? Демек, осы үштікті әдейілеп қолдану арқылы біз біріншіден қорқынышты игеріп үйренеміз. Ал өзімізді игеру арқылы біз не істейміз? Өзіміздің шаблон қорқыныштарымызды зерттейміз. Солармен танысамыз. Әр адамның шаблон эмоциялары бар. Былайша айтқанда, әдет эмоциялары бар. Әдет реакциялары бар. Біз соларды зерттейміз. Зерттедік, енді оны шешу жолы бар. Оны ауыстыру жолы бар. Ол бір. Екіншіден, эмоциялық интеллект дағдымызды қалыптастырамыз. Ол не деген сөз? Эмоциялық интеллект дағдысының қалыптасқанын біз қалай біле аламыз?
эмоциялық жағдай туындады, біреу сізге айқайлап жатыр мысалға, автомат реакция қандай туындайды? Бізде жаңа не айқайлап тастағымыз келеді, болмаса тұрып қаламыз, мысалға. Осы кезде эмоциялық дағдысы қалыптасқан адам, ол не істейді? Сол жағдайға қарай сапалы әрекет ете алады. Мысалға, жаңағы адамның айқайлап тұрғандағы себебін түсіну арқылы сол адам тыңдай алатындай етіп сөйлесу арқылы ол сол адаммен бірге шешетін мақсатын шешеді. Яғни сол мақсатқа жетеді, сол сұрағын шешеді. Яғни эмоциялық интеллект деп отқанымыз кез келген жағдайда эмоцияның қандай күйінде болмасын саналы шешімді сапалы қабылдай алу қабілеті эмоциялық интеллект деп аталады, бұл дағды. Үшіншісі жаңағы айтып өткен саналылық. Сонымен бүгінгі вебинарды мазмұндайтын болсақ, жүйелейтін болсақ, біріншіден қорқыныш деп отқанымыз ол бәріміздің бойымыздағы бар, бізбен жаңа зауыттан берілетін эмоцияның бірі. Бұл эмоция бізге көмекші, бұл эмоция бізге кез келген басқа эмоция сияқты санамыздың сапасынан ақпарат береді. Бұл өзіміздің бойымыздағы эмоция болғандықтан, бұны игеру өзіміздің қолымызда. Игеру үшін ұсынылатын үштіктің күші әдісі қолданасыздар, сүзгіден өткізесіздер. Тек қана қолданған кезде толыққанды түсінікті болады. Осы арқылы мына жағдайды барынша сауатты, барынша адамгершілікпен деніміз сау, қуатты болып шығу мүмкіндігін өзімізге жасаймыз. Енді осы вебинарды тыңдаушыларға ұсыныс, бұл да қолымнан келген, менің қолымнан келетін дүние оқыту, жаттықтыру. Сол себепті осы вебинарды тыңдап отырған адамдарға, егер де осы тыңдағаннан белгілі бір сұрақ туындаса, немесе жалпы маған лайф-коуч ретінде сұрағыңыз болса, осы жексенбіні қоса алғанда қабылданады ол сұрақтар. Мен сол сұрақты оқимын, сөйтемін де жауап беремін, сол арқылы кәсіби көмектесу. Сөйтемін де сіздің дамуыңызға бір қадам болса да жаңағы үлес қосамын. Ол бір. Екіншіден, жалпы кеңес ретінде айтылатын нәрсе, өзімізді тану арқылы сапалы түрде даму. Ол бұрын белгілі бір жаңағыдай таңсық дүние болатын болса, қазір ол табиғи жағдайға ауысуы керек. Мынандай ақпараттың көлемі бар кезде, осыншама тегін ресурстың бар кезінде әлі де өзіңнің психологиялық қорқыныштарыңды әлдилеп жүру, ол өкінішті, шынымен де. Өйткені ол не деген сөз? Біз мүмкіндікті қолдана алмай жатырмыз деген сөз. Сондықтан қазіргі заманда ақпараттың осыншама бай кезінде біз барынша өзімізді таныған, өзіміздің арман мақсаттарымызды жүрегіміздің қалауымен жүзеге асырушылардың қатарынан болуымыз керек. Мүмкіндік бар оған. Сондықтан назар бөлгендеріңізге көп рахмет. Осы арқылы да сіздер біздің қоғамның сауығуына үлес қосып отқандарыңызды, оңғандарыңызды тілер едім. Мүмкіндігінше бұл ақпаратты қайталап тыңдаңыздар. Өйткені бірінші тыңдағанда ол бір бөлек, әр тыңдаған сайын әртүрлі деңгейде қабылданады. Қаншалықты терең түсінікті қабылданды, соншалықты ақпаратты сіңіру оңай болады. Сіңірілген ақпаратты енді әрекетке ауыстыру әлдеқайда жеңіл болады. Сондықтан көп рахмет. Әлі де кездескенше. Бұл не бар емес па, Сократқа ма еді, кімге де айтқаны, бұл да өтеді деп, әлде бір ханға ма, қысқасы есімде жоқ, бұл кезеңде өтеді. Бастысы осы кезеңнен шынымен де өсіп шығуымыз.
Менің лайф-коуч ретінде өзімнің сиқырлы таяқшам бар. Сиқырлы таяқшамның аты еңбек деп аталады. Қаншалықты сапалы еңбектенемін, соншалықты сиқырлы таяқшам жұмыс істейді да негізі. Бір кісі айтқан екен, мен қаншалықты құлшынып жұмыс істеймін, соншалықты жолым болғыш болып кетті деп. Сондықтан ақпараттың саны емес сапасына назар аударайық. Осы жағдайды өзімізді тануға, сол тану арқылы шынымен өсуге жұмсайық. Сол арқылы қоғамымыздың алға жылжуына экологиялық тұрғыдан үлес қосайық. Осында отырған әрқайсыңызды құрметтеймін. Мына өзімнің жақсы білетін адамдарымды өте қатты жақсы көремін. Жүректен жүрекке рахмет.